Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті ағайын туған бауырлар, қайырлы таң. Бүгінгі күнімізді Алла тағала қайырлы да берекелі қылсын ағайын. Алла тағала қасиетті Құранда Уаз-Зарият сүресі 55 аятында үгітте расында үгіт муминдерге пайда береді дейді. Құрметті ағайындар, бір-бірімізді жақсылыққа шақырып, жаманшылыққа тыйып отпасақ, адам баласы өте әлсіз, ұмытшақ еліктегіш жаратылған пенде екен ғой. Қас қағым сәтте тәкаппарланып осы адам танымастай өзгеріп шыға келеді екенбіз ғой. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде жүрегінде тарының көлеміндей дейді, болмаса шанның тозанындай тәкаппарлық бар адам жәннатқа кірмейді деген да. Құрметті ағайындар, міне жүрегінде тарының көлеміндей дейді, болмаса шанның тозанындай тәкаппарлық адам жәннатқа кірмейді деді. Сонда жәніндегі сахабалар тұрып, Аллахтың елшісі дейді, адамның дейді киген киімінің дейді аяқ киімінің әдемі болғанын қаламай ма дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дейді, әлбетте дейді, Алла тағала өзінің жақсы, таза, әдемі киініп жүрген құлдарын сүйеді дейді. Ал тәкаппарлық дейді, ол біреуге мұрын шүйіріп қараумен шындықты мойындамау дейді. Құрметті ағайындар, мынау жалған өмірде шындығында қазір адамның рухани азғындыққа түскен кезінде және материалдық тұрғыдан байыған кездегі тәкаппарлықтың түр-түрін көріп жатыр ғой, Алла сақтасын. Сондықтан тәкаппарлықтан сақтанайық ағайындар. Шындығында өмір өткінші. Қазақта керемет айтады ғой сол тәкаппарлық туралы. Мал мансап адамзатты мас қылады, мейірімді ет жүрегін тас қылады дейді. Тәкаппарлық қайдан пайда болады екен? Адамда мал дүниесі байлығы көбейген кезде және жаңағындай бір дәрежеге жеткен кезде, мансапқа бір бастық болғанда қарап тұрсаң, қазір неше түрлі жас балдар бірақ сондай басшылық қызметке келіп, үлкен әкесінен үлкен кісілерге діңкілдеп, зіркілдеп, сондай сөйлеп жатқанын көріп, Алла сақтасын дейсің да. Алла сақтасын. Міне құрметті ағайындар, бұл қазақта айтады, тақ пен табыттың иесі жоқ дейді. Шындығында бұл өмір өткінші. Алла тағала саған басшылық қызметті берді ма, сен кіші пейілділікпен, даналығымен иншалла басқара білді. Егер оны білмесең, ол саған басшылық қасірет болып келеді екен да. Сондықтан қазақта асқанытта көргенбіз, тасқанытта көргенбіз, асып тасып болған соң сасқанытта көргенбіз, толғанытта көргенбіз, болғанытта көргенбіз, толып болып болған соң солғанытта көргенбіз, өскентте көргенбіз, бөскентте көргенбіз, өсіп болған соң өшкентте көргенбіз дейді. Ақырында сол пенделер өшеді екен да, Алла сақтасын. Сондықтан мынау енді адам өмірге келген мақсатын біліп, Раббысын еске алып, әр кезде тәубаға келіп отпаса, адам баласы өте қиын жаратылыс қой. Сондықтан да Мұқағали Мақатаев атамыз айтады ғой, өсіңіз, жетіліңіз, тасқындаңыз, бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты, анау осал, мен орташа, бәріміз бір аспанның астындамыз. Сіздің ой біздің оймен бірікпейді, шайқаңыз бұл өмірді жүріп мейлі. Ойлаңыз арзан, атақ, сасық ырыс, сен өлген соң қайтадан тірілтпейді дейді. Құрметті ағайындар, сондықтан тәкаппарлық деген Құдай өзін сақтасын. Ол біреуге мұрын шүйіріп қараумен шындықты мойындамау деген екен да. Ол қай кезде мұрын шүйіріп қарайды? Мен ададан көп білемін, мен ададан баймын, мен ададан жоғарымын деп өзгені төмен санаған кезде адамда тәкаппарлық пайда болады да. Алла сақтасын. Міне және шындықты мойындамау дейді. Дәрежесі өзінен төмен болмаса, мал дүниесі, байлығы төмен болса, жаңағының уже сөзін ақиқатты, шындықты айтып тұрса да тәкаппарланып менсінбейді да. Алла сақтасын. Өмір өткінші ғой ағайындар. Сондықтан қазақта ұлық болсаң кішік бол дейді. Әр кезде адам баласы байыған сайын, мансабы көтерілген сайын адам кішірейе беру керек екен да. Пендеміз ғой енді. Алла сақтасын. Кей кезде шайтанның азғыруы нәпсіміздің жетегінде кетіп қалып жүреміз. Алла сақтасын. Аллах баршамызды тәкаппарлықтан сақтасын. Өзінің сүйікті құлдарының, игілікті құлдарын қатарында болуды нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.